Бүгінгі айтатын қазақтың зиялылары ұлттық болмысын анықтайтын, заманауи мәселелерді көтеріп соған шешім табатын, өзінің шебер туындыларымен таң қалдыра білетін, ұлт болашағына бей-жай қарай алмайтын адамдарды біз зиялы қауым деп атаймыз. Ал біздің бүгін айтатын зиялымыз Фариза Оңғарсынова. Фаризаның әкесі Оңғарсын Иманғалиев сауатты, елге қадірлі азамат болған. Қазіргі Атырау облысында алғаш балық шаруашылығын ұйымдастырған кісі. Ал анасы Халима Иманғалиева арабша хат танып, қазақ ауыз әдебиетін жақсы меңгерген және сол біліммен бөлісуге тырысқан. Осындай дарын иелерінің көзін көрген Фариза Оңғарсынова сол кісілерден ешқандай кем болған жоқ. Ақын қыз үйдің кенжесі, бала күннен ақындық қасиетін көрсетіп, өзіне әсер еткен жағдайларға байланысты өлең шығаратын болғаны бәрімізге мәлім. Бұл зиялының карьерасы Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтының тіл әдебиет факультетін бітіргеннен кейін басталды. Көптеген газеттердің тілшісі, әдеби қызметкер, міндетті сондай-ақ көп журналдардың бас редакторы болып жұмыс атқарған. Қазақ еліне ерекше еңбек сіңірген Фариза Оңғарсынова, сонымен қатар құрмет белгісі, парасат ордені, халыққа білім беру ісінің үздігі болып бізге танылған. Көптеген шығармалары шет ел тілдеріне аударылған. Сонымен қатар Фариза Оңғарсынова өзінің отбасына аса қатты көңіл бөлген, яғни өзінің туған ағасының балаларын өз құшағына басқан, тәрбиелеп өсірген. Кейін 2014 жылы 23 қаңтар күні Астана қаласында ұзақ сырқаттан кейін дүниеден озды. Бүгінгі жаңалық осы. Бөліскенше сегізінші мектеп-лицей бүгінгі күнде біз сендермен қазіргі кездегі зиялы қауымдар туралы сөйлесеміз. Бүгінгі күнде біз Димаш Құдайбергенұлы туралы мәлімет айтамыз. Димаш Құдайбергенұлы 21 мамыр 1994 жыл Ақтөбе қаласында өмірге келген. Ол қазақстандық әнші, ол халықаралық эстрадалық ән орындаушылардың бірі болған. Жалпы Димаш Құдайберген туралы айтсақ, жастайынан ол өзінің белсенділігін әртүрлі программаларда көрсеткен. Және де 2004 жылы ол Қазақстандағы ән айту шоуына барып, оны таңдамаған екен, бірақ та шетелге барып, ол қазақ елін танытқан болатын. Осымен құрметті оқушылар, мұғалімдер, ұстаздар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ол зиялы қауым немесе дарындылар. Тақырыбымыздың басты дарындысы ол Димаш Құдайбергенұлы. Яғни кішкентай кезінде оны Ділмұхамед деп атаған, бірақ қысқаша оны Димаш деп қазіргі күнге дейін атап кетті. Димаш 1994 жылы 24 мамырда туылған, Ақтөбе қаласында. Қазақ әншісі, өте аспапшы, композитор. Димаш бала кезінен сахнада жүрді. Ол өзіне ұнаған әртүрлі хоббилармен айналысып, домбырада ойнағанды ұнататын. Біраз уақыттар өткеннен бізде Алматы қаласында Димаштың концерті болды. Ол жерде бірге інісімен ән шырқады. Бүгін 78 мектептің ұстаздары мен оқушылары. Бүгінгі біздің тақырып дарынды адамдар туралы. Ең бірінші спорт жағына тоқтала кетсек. Біздің Геннадий Головкин ағамыз Қазақстанымызды дамытып жүрсек те десек болады. Геннадий Головкин 1982 жылы Қарағанды қаласында туылған. Біздің енді спорт жағында да былай қарап тұрсам оңай емес. Біздің ержүрек батыр десек те болады. Және де біздің дарынды Қазақстанымызды дамытып жүрген адам Димаш Құдайберген десек те болады. Димаш Құдайбергенге ең басында ешкім сенбеген еді. Ол өз-өзінің қолына мынандай жетістіктерге жетіп тұр. Қазір оны былай әлем таниды десек те болады. Осы 78 мектептің оқушыларына да осындай кісілер құсап, қанынан қайтпайтын болсын деп тілеймін. Енді сіздермен болған 9-жы сынып оқушысы Күнбек Құлан келесі кездескенше.